Көптеген адамдар найзағай кезінде түсініксіз қорқынышты сезінеді. Әсіресе қатты найзағай мен жарқын балаларды қорқытады. Неліктен бұлай болады? Найзағай шынымен қауіп төндіре ме? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін найзағайдың қайдан шыққанын түсіну керек. Найзағай мен күн күркіреу көбінесе қатты ыстықтан кейін жазғы нөсер кезінде болады. Қыста ауадағы қаныққан будың аз концентрациясына байланысты найзағай болмайды. Статистика бойынша басқа маусымдарда планетада сағат сайын 3000-ға жуық найзағай болады. Бұл таңғажайып әдемі және таң қалдыратын табиғи құбылыс, бірақ белгілі бір жағдайларда найзағай көптеген қиындықтар тудыруы мүмкін. Терезе арқылы найзағайға қарау осы уақытта сыртта болудан әлдеқайда қауіпсіз. Найзағайдың неліктен жарқырап тұрғанын түсіну үшін сол сәтте аспанда не болып жатқанын түсінуіміз қажет. Найзағай бұлттары көп мөлшердегі будан тұрады. Олардың биіктігі бірнеше шақырымды құрайды. Төменнен қараңғы, тығыз бұлт біркелкі құрылымға ие және аспан арқылы тегіс қозғалатын сияқты. Шын мәнінде бұлттың ішінде белсенді қозғалыс болады. Төменгі жылы қабаттардан шыққан бу бөлшектері көтеріліп, алдымен тамшыларға, содан кейін мұз қабаттарына айналады. Олар бір-бірімен жоғары жылдамдықпен соқтығысып, соққыдан қуат алады. Кішкентай мұздар оң зарядталған кезде жоғарыға қарай жылжиды, ал үлкендері теріс зарядқа ие бола отырып, өз салмағымен түседі. Біраз уақыттан кейін бұлтта электр зарядтары пайда болады. Жоғарғы жағында оң, төменгі жағында теріс. Осы екі зарядтың соқтығысуы біз найзағай деп атайтын ең күшті жарқылды тудырады. Соққы кезінде қоршаған ауа қызады. Оның қатты күші ауаны жарған кезде өте қатты дыбыс шығарады. Бұл жарылыс біз білетін найзағайдан кейін болатын күн күркіреу. Разряд жақын соққанда адам найзағайдың бір соққысын естиді. Егер найзағай алысқа соққан жағдайда, найзағайдың ұзақ жарылыстар дыбыстары естіледі. Бұл қатты дыбыс жер бедерінен, ғимараттардан, ормандардан және тағы басқа заттардан шағылысады. Неліктен алдымен найзағай көрінеді, содан кейін күн күркірейді. Аспанда ұшқын мен ауаның жарылуы бір уақытта пайда болады. Бірақ жерде біз күн күркірегенін жарқылдан кейін біраз уақыттан кейін ғана естиміз. Бұл атмосферадағы дыбыс жарық ағынына қарағанда баяу таралатындығына байланысты. Найзағай кезінде найзағайдың қай жерде екенін есептеудің оңай жолы бар. Мұны істеу үшін соққыдан кейін қанша секундтан кейін найзағай пайда болатынын есептеу керек. Атмосферадағы дыбыс жылдамдығы 300 метр секунд болатын белгілі. Егер разряд пен найзағай арасындағы секундтар саны 3-ке бөлінсе, сіз километрдегі қашықтықты ала аласыз. Неліктен найзағай жарқырайды, бірақ күн күркіреу естілмейді? Бұл құбылыс тыныш найзағай деп аталады. Олар найзағай 20 километрден астам биіктікте болған кезде пайда болады. Күн күркіреусіз найзағай бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Күн күркіреу өте қорқынышты құбылыс сияқты, әсіресе балалар үшін. Шын мәнінде күн күркіреу ешқандай зиян келтіре алмайды, ал керісінше найзағай қауіпті, оның барысында қауіпті жағдайлар болуы мүмкін. Соққы кезінде жылу энергиясы пайда болады. Электр разряды ағашқа, жерге немесе үйге соғылған кезде өртті тудыруы немесе адамдарды өлтіруі мүмкін. Разрядтың пішіні мен бағытына байланысты жарқылдар бірнеше түрге бөлінеді. Тік – бұл аспан мен жер бетінде арасында, көлденең екі бұлттың арасында, бұлт ішілік және таспа, бұлттан ашық аспанға дейін. Шар найзағайы туралы естіп пе едіңіз? Бұл не? Ол шынымен де бола ма? Осындай сұрақтар көп туындайды. Көбінесе найзағай түзу немесе зигзаг сызығына ұқсас болады. Бірақ кейде шар, дөңгелек тәріздес найзағай пайда болады. Бұл жер бетінен ұшып өтіп, қатты затпен байланыста болған кезде жарылып кететін жарқыраған шар. Бұл құбылыс аз зерттелгендіктен көбісі шар найзағайының бар екеніне сенбейді. Алайда, бұл құбылыс куәгерлерінің әңгімелерінде сипатталған таңғажайып оқиғалар оның шынымен болатынын дәлелдейді. Бұл ерекше табиғи құбылыс механизм зерттеу үшін оны фотосуретке немесе бейне таспаға түсіру керек. Бірақ бұл құбылыс өте сирек кездесетіндіктен, бұл сәтті әлі ешкім де ұстай алмады. Ғалымдар бұл құбылысты зерттеу кезінде тек куәгерлердің әңгімелеріне сүйене алады.
Қазіргі ғалымға белгілі факт. Мұндай найзағайлар әдетте болатын найзағайлардан ұзақ сақталады, шамамен бірнеше секундтан 1 минутқа дейін. Жыл сайын әлемде найзағайдан 24 мыңға жуық адам қайтыс болады. Сондықтан да найзағай кезіндегі өзін ұстау ережелерін әркім білуі тиіс. Найзағай кезінде ең қауіпсіз орын жай тартарлары бар ғимарат. Дегенмен әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ауа райының қолайсыздығы адамды жолда, орманда, немесе далада, тауларда, өзен жағасында демалу кезінде және табыс жағдайларда күтуі мүмкін. Сондықтан келесі ережелерді ұстанған жөн. Бірінші ереже: ешбір жағдайда ағаштың астында жасырынбаңыз. Әсіресе, егер бұл ашық жерде жеке ағаш болса. Жер бедерінен жоғары көтерілген кез келген нысандар найзағай түсіру үшін тартымды. Олар биік ағаштар, телеграф бағаналары, орман жиегі және тағы басқа. Мұндай биік нысандардан кемінде 10 метр қашықты сақтау ұсынылады. Екінші ереже: егер найзағай кезінде сіз ашық жерде болсаңыз және жақын жерде ғимараттар болмаса, онда сіз жер бетіндегі шұңқырды немесе кез келген ойпатты іздеуіңіз қажет. Қолайлы орынды тапқаннан кейін сіз ең төменгі нүктеге еңкейіп, тізеңізді қолыңызбен орап алуыңыз керек. Барлық металл заттардан алдын ала босатылып, оларды өзіңізден кемінде 5 метр қашықтықта ұстаңыз. Ешбір жағдайларда жерге жатуға болмайды. Жақын жерде найзағай соғылған жағдайда бұл позиция жай разрядының әсер ету радиусына түсу қаупін арттырады. Үшінші ереже: найзағай болған кезде сіз дереу су қоймасынан немесе бассейннен кетуіңіз керек. Бұл ең қауіпті жерлер, өйткені суда найзағайдың соғу радиусы 100 метрге жетуі мүмкін. Төртінші ереже: найзағай кезінде мотоциклшы немесе велосипедші қозғалысты тоқтатып, баспана табуы керек. Егер жақын жерде ғимараттар болмаса, онда ойпатты тауып, тізе бүгіп отыру позициясын қабылдау керек. Бұл асфальтта орын алса жақсы болар еді. Бұл ретте велосипед немесе мотоцикл басқа металл заттарымен бірге адамнан кемінде 5 метр қашықтықта болуы тиіс. Бесінші ереже: егер сіз найзағайдан ортасында болсаңыз және жақын жерде қауіпсіз баспана болмаса, қолшатырды ашуға тырыспаңыз. Бұл жағдайда қолшатырсыз болған қауіпсіз. Алдыңқыл киім тіпті плюс болады. Ол электр тоғын жақсы өткізеді. Бұл қауіпті жақындықта найзағай болған жағдайда оның әсерін азайтуға көмектеседі. Өлімге әкелетін зақымдануды болдырмау мүмкіндігін арттырады. Алтыншы ереже: егер сіз найзағайға тап болсаңыз, көліктен шықпаңыз, қозғалысты тоқтатыңыз. Биік ағаштардан алыс асфальттаған жолда қалып, найзағайдан эпицентрі одан әрі кеткенше салоннан шықпаған жөн. Видеомыз ұнаса, бізге лайк қосып жазылыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше.